Мында міне лескамыз бітті, қысқарып қалды. Бізге жаңа леска алу керек. Ол үшін жаңа қысқарған лесканы қасындағы 2-3 моншақтан өткізіп кесіп тастаймыз. Кесіп тастаймыз. Жаңа леска аламыз. Жаңа осы жерден тоқтадық. Осы жерге қайтадан лесканы өткіземіз. Енді міне лескамыз бір моншақтан өтіп тұр ғой. Жанындағы астыңғы леска мен астыңғы бір моншақтан өтеміз. Лескада 2 моншақ. Оң жақ лескаға 4 моншақ өткіземіз. Жоғарғы лескаға 4 моншақ өткіземіз. Оң жақ лескаға 2, 3, 4. Соңғы моншақтан лесканың ұшымен өтіп, петля жасаймыз да, келесі лесканы осы петлядан алып шығамыз. Тағы бір круг, енді тағы 2 жасаймыз. Астыңғы леска мен астыңғы 2 моншақтан өтеміз. 1, 2. Астыңғы леска мен 2 моншақтан өтеміз. Лескада 3 моншақ, 1, 2, 3. Оң жақ лескаға, жоғарғы лескаға 3 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3. Жоғарғы лескаға 3 моншақ өткіздік. Моншақтың лесканың ұшымен соңғы бір моншақтан өтеміз. Петля жасаймыз. Келесі лесканы петлядан алып шығамыз да бекітеміз. Тағы бір 6 моншақтан тұратын круг болды.